Қасқырдың жүрегі ертегі. Баяғы өткен заманда Темірлан деген бір батыр жігіт болыпты. Темірлан аттың құлағында ойнайтын шабандоз, құралайды көзге ататын мерген болыпты. Ол тау арасында өмір сүріпті. Аң аулап күн көріпті. Бір күні патша елінің көкжалдың жүрегіне жеріктігі туралы хабар шығады. Жерік асын жемеген әйел күн өткен сайын арықтап, тамаққа тәбеті болмайды. Хан әйелім ұл туып береді деп күтіп, халыққа жарлық шығарады. Кімді-кім көкжалдың жүрегін әкелсе, соған жарты байлығымды беремін, дейді хан. Бұл жарлық Темірланға да жетеді. Орман, тауды аралап жүріп, қасқырдың апанын табады. Адамды көрген көкжал оған тұра ұмтылады. Батыр шалт қимылдап қасқырды көздеп үлгереді. Өзіне оқша атылып келе жатқан қасқыр алдына кеп сылқ түседі. Батыр көкжал қасқырдың жүрегін алып, терісін сыпырып патшаға сыйлайды. Батырға риза болған патша сөзінде тұрып, жарты байлығын береді. Көкжалдың жүрегін жеген әйелдің де жергі басылып, қасқырдай батыр ұл туады. Ал Темірлан ханнан алған мол байлықты елдегі жетім жесірлерге бөліп береді. Батырдан мол ақша алған кедейлер аз уақытта байлардың қатарына қосылады. Ертегі ұнаса, түсінгендеріңді үлкендерге айтып көріңдер. Достарыңызбен бөлісіп, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар.